Сәлем достар, сіздермен бүгін қанды көтеретін, қан көбейтетін 5 минутта салат жасайтын боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар. Бірінші каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп бірінші орех жаңғағынан бастаймыз. Орех жаңғақтарымызды осылай майда етіп турап алатын боламыз. Барлығын осылай майда қылып турап бір ыдысымызға сап қоятын боламыз. Мінекей бір келкі қылып, бір ыдысқа қайтадан салып қоямыз. Одан кейін бізге 2 алма, бір көк алма, бір қызыл алма, кейін свекла қажет болады бізге. Алмаларымызды сыртын ашымай турайтын боламыз. Осылай ашып турасаңыздар да болады, мен ашымай тураймын. Кубик тәріздес қылып, барлығын бірдей қылып турап алатын боламыз. Майда қылып, барлығын осылайынан турап, бұны да ыдысымызға салып аламыз. Көк алмамызды тураймыз. Бұны да дәл осындай қылып, кубик тәріздес турап алатын боламыз. Туралған алмамызды, свекламызды кубик тәріздес қылып тураймыз. Бұны да бір келкі қылып, барлығын бірдей қылып турап алатын боламыз. Бұл салатқа майонез, йогурт қосып жасасаңыздар да болады. Мен бал қосып жасайтын боламын. Мінекей барлығын алып, осылай дайын болған салатымыздың үстіне, дәрумендерге бай салат болады бізде бұл. Бұл жерде темір бар, барлығы үйлесіп кетеді. Балдардың гемоглобинін, қанын тез көтеретін салаттардан бірі. Осылайынан араластырып, одан кейін осы салатымыздың үстіне бір қасық балымыз салатын боламыз. Бір қасық бал осылайынан алып, жақсылап отырып, және араластырып алатын боламыз. Бір-біріне сіңу үшін. Достар, осымен біздің салатымыз дайын. Таңертең аш қарынға берсеңіздер, өте пайдалы салаттардың бірі. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Бибайша. Сау, саламатта болыңыздар.